Барлықтарыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Қазақша контентті қолдап, лайк басып, пікір қалдыра отырыңыздар. Мен бүгін универсальный тесто, яғни үгілмелі қамыр жасаймын. Бізге қажет заттар: сары май, жұмыртқа, ұн, сода мен уксус немесе қопсытқыш керек болады. Ең алдымен жұмыртқаға қантты қосып, венчикпен әбден қант ерігенше араластырып аламыз. Одан кейін бөлме температурасында тұрған сары майды салып араластырамыз. Оның үстіне сода мен уксусты қосып, және електен өткізген ұнымызды салып, қолмен әбден біркелкі болғанша араластырып аламыз. Әбден қамырдың басын біріктіріп араластырып аламыз. Дайын болған қамырды 1 сағатқа холодильникке қоя тұрамыз. Одан кейін алып жұмыс жасай берсек болады. Дәл осы үгілмелі қамырдан неше түрлі рогаликтер, пирогтар, печеньелер, чизкейктер және балаларға арналған әртүрлі печеньелер әдемі жасауға болады. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Ұнаса лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Рахмет.